Қымбатты оқушы, біздің келесі сабағымыздың тақырыбы Сүйінбайдың айтыстары туралы болмақ. Сабағымыздың мақсаты айтыс өнерінде сөз барымтасында жеңіліп көрмеген, Әуезовтің өзі Жетісудың айтыс ақындарының ішіндегі алтын діңгегі деп баға берген Сүйінбайдың айтыстарына тоқталу. Сүйінбайдың ең алдымен айтысында біз 12 жасында қарғаменен айтысы туралы айтпай кетуге болмайды. Сонда жетім өсіп, қозы қой бағып отырып, қарғаның нәпақаға таласып, қарқылдасқан түріне қарап отырып, өзінің атынан және қарғаның атынан шығарған өлеңі айтысы бұл айтыстың керемет түріне жатады. Және одан басқа айтысы бұның тезек төремен айтысы. Бұл хан тезек төре тұқымынан шыққан, өзі өлеңмен де кереметтей жырдың нөсерін дауылдатқан, Сүйінбайға қарсып айтысқан төрелердің бірі болса керек. Міне көп жерде ол тезек төреге оның ұры ұстағандығын, барымташы екендігін, халықтың малын осылай ұрлықпен алғандығын үнемі бетінен басып отыратындығымен бағалы. Бұл жерде тіпті ауырып жатқан кездің өзінде барғанда жатырмысың хан тезек тұрмаймын деп, ол дүниеге барғанда да Құдайдың қой жылқысын ұрлаймын деп деген сөздері де кездеседі. Міне сонда тезек төреге ол тегеурінді бір кереметтей сөздерменен ұрлығын сен төресің демей, бүгежектемей шындықты бетіне айтқандығын айтады екенбіз. Сүйінбайдың одан басқа айтыстары қырғыздың ақыны Қатағанмен айтысы. Міне үлкен бір қырғыз қазақ бас қосқан жиында тезек төре қасына ертіп барып, міне сол кезде қырғыздың керемет ешкімнен жеңіліп көрмеген Қатаған деген ақыны Сүйінбайға тиісе сөйлейді. Сен бір қу кедей қазақтың қай жерін мақтаймын деп келіп отырсың. Кәнекей, менің мынандай байлығым бар, мынандай бар, осыған айтсаң айт, айтпасаң тыныш үйіңе қайт деген сияқты сөзді айтса керек. Міне сол кезде үндемей сұлқ отырып қалған Сүйінбайға тезек төре, ал Сүйінжан, осымен үндемей кете береміз ба, бірдеңе десеңші деп саңқ етсе, бұл саңқ еткен даусы шығады. Сол кезде Сүйінбай селк етіп тұрады да домбыраны қолға алып, қашырма төре, ешбір үрейіңді қашырма, егер осыдан Қатағаннан жеңілсем таратып алғын малымды деп, талап алғын деп тұрып айтады да Қатағанды ешбір адымын аштырмай отырып жеңеді. Бұл жерде 300-дің қазағын әр руына тоқталып, әр рудың шыққан батырларын, ақындарын, ерекше қасиеттерін, жайлаған жайлауын, қыстаған қонысын, қыстауын айтып келеді де, міне Қатағанды кереметтей қылып жеңеді екен. Міне осы айтыстан кейін барып Сүйінбайдың атағы бүкіл Жетісуға, бүкіл 300-ге мәлім жайылған екен. Мінекей, менің бүгінгі сабақтағы қорыта келе айтарым, Сүйінбай ақын айтыстың да кереметтей үлкен мектебін ашқан, соны қалыптастырған Жетісудың іргелі, талантты ақындарының бірі екен.